Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сочный болып шығатын сырненің рецептімен бөлісетін боламын. Прям жегенде аузыңда еритін қазанда жасалған сырненің дәмі ерекше болады. Прям етін жесеңіз, аузыңда ерейді прям. Осы рецептпен жасап көріңіздер, кеңес беремін. Ол үшін бізге қазанымызға майымызды қыздырып алып, үстіне пиязымызды салып, кішкене қуырып аламыз. Оның үстіне еттерімізді салып, жайғастырамыз. Бұл жерде мен қойдың етін салып жатырмын. Қойдың етімен сырне керемет болып шығады. Өстіп үлкен кусокпен еттерімізді турап жасасаңыздар керемет болады. Үстіне кішкене чеснок салып жібердім. Бәрін толығымен араластырамыз. Толығымен араластырып, бетін жауып, кішкене қойып қоямыз да, үстіп суы шыққан кезде тағы бір рет араластырамыз. Араластырып, қазір біз осындай дәмдеуіштерін салатын боламыз. Бұл жерде мен қуырдаққа арналған дәмдеуішті салдым. Сіздерге өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Және паприка салып жатырмын бұл жерде. Осындай паприкамызды саламыз. Прям деген цветі күшті болып піседі тамақтарыңыз салсаңыздар. Қызарып қуырдақтарыңыз. Осылай барлығын бір кепкаға араластырып аламыз. Бір кепкаға араластырып, крышкасын жауып, кішкене бұқтырып қоямыз. Суы кішкене тартылғаннан кейін крышканы ашып, бұл жерде мен томат салдым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар да болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша салыңыздар. Мен томат салып, және қазір бұның үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізіміздің бәрін толық салып алғаннан кейін бәрін араластырып, бір кішкене су құямын да бұқтырып аламын. Бұқтырып алғаннан кейін мен қайнағаннан кейін үстіне лавр жапырағын саламыз да, картошкамызды салып, бір кепкаға араластырып аламыз. Қараңыздар, қандай түрі деген қандай керемет болып шығып жатыр. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Және осының үстіне мен овощтарды саламыз. Бұл жерде баклажанымызды, перісімізді, болгар перісін, светофор перісті, қандай перістеріңіз бар үстіне салыңыздар, керемет болып шығады. Және өсіп бәрін салғаннан кейін бәрін бір кепкаға тегістеп аламыз да, осының үстіне капустамызбен қазір жабатын боламыз. Капустамен бетін толықтай жабыңыздар. Мен бұл жерде капустам кішкене аздау болып қалды. Сіздер бетін толығымен жауып пісірсеңіздер болады. Және бұның үстіне мен кішкене су құйдым. Қалауларыңыз бойынша су құйсаңыздар болады. Сырнелеріңіз сочный болсын десеңіздер, өздеріңіздің көз мөлшерімен суларыңызды құйыңыздар. Су құйып, қақпағын жауып, біз бәрі толық піскенше пісіріп аламыз. Сіздер өздеріңіз қарап отырасыздар ғой, қанша етіміз піскенін. Өздеріңіздің еттеріңізге байланысты піседі. Бұл жерде мен пістім, мен қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Жегенде прям сочный болып шығады қыздар. Жасап көріңіздер. Лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын сіздерге.